Мгм. Так, құрметтілерім, Алинаның өзі де кірді мінекей. Ал жаңа мен айттым ғой, бұл жерде в основном қазір қыз-келіншектерге қатысты сұрақтар болады. Сондықтан сіздерге ең керек маманның сұхбаты, бүгінгі сұхбат. Сондықтан қазір қарап отырыңыздар, хорошо? Менің даусым бәрі естіліп тұр ғой, иә? Так, қазір Алинаны қосамыз. Мгм. Машалла. Алина, Ассалаумалейкум. так, даусым естіліп тұр ма? Барлығы Қазір. естіліп тұр, иә. Естіліп тұр, иә, даусым, иә? Немножко бірақ қатып жатқан секілді. Иә, сол қатып жатқан сияқты ма? Бүгін что-то связь кішкене нашарлау ма? Алина. Ассалаумалейкум баршаңызға. Қалайсыздар, ханым? Уалейкум ассалам. Жақсы, Алина, өзің қалайсың? Жақсы, альхамдулилля. Көргеніме қатты қуаныштымын, жаным, сол. Рахмет, мен де қуаныштымын. Алина, ең бірінші сұхбатты бастамас бұрын алтын уақытыңды бөліп, бүгінгі біздің оқырмандарға біздің екінші парақшамыз біздің, себебі бұл жерде ілім, білім жайлы ғана айтылады. Бұл жерге біздің командам, менің командам нақты өзінің саласының нақты маманын шығарайықшы деген өзіндік бір аудитория қалыптастырған жандарды ғана шығарайықшы деп сөйткеннен кейін өздері топтастырып, мінекей бүгін кезегі өзіңе туып тұр екен. Ең бірінші Алла разы болсын. Ешкімде қазір жай ғана отыра беретін, иә мен шыға саламын дейтіндей уақыт жоқ қой. Қазір әркім өзінің отбасы бар, сабағы бар, басқасы бар деген сияқты. Сондықтан біздің команданың бір ауыз сөзін жерге тастамай, менің бір ауыз сөзім жерге тастамай кіргеніңе Алла разы болсын деп айтқым келеді. Амин, жаным, сол қуана келдім. Рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет. Алиночка, жаным, Алина деп айта берейін, иә, ханым деп, без всякие несіне. Конечно, Біз осылай араласамыз ғой. Алина деген өзінің саласының маманы деп мен асын сызып тұрып айтамын. Себебі Алина осы уақытқа дейін қаншама шәкірттерді тәрбиелеп, қаншама қыздарға дұрыс жол сілтеп, кәдімгідей өзінің сабағын көрсетіп жүр, былайынша айтқан кезде, иә. Алина, бұл жерде қазір кішкене сұрақ жауап барысында болады. Мен сол сұрақтарымды қойып отырайын, өзіңше жауап беріп, қыз-келіншектер отыр осы жерде, көрерсің, иә. Яғни Алина, мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы қазір өзі біреулер айтады ғой, мәссаған интимный гимнастика деп айтып отырады парақшаларында, сөйтіп отырады. Мысалы үшін сіз де соны жаңағы не қылады екенсіз, жаңағы бүгінгінің өзінде маған осылай шығады екенсіздер, бастарыңызға орамал киіп қалай алмайсыздар деген сияқты шы. Жалпы өзі ұят па, ұят емес пе интимный гимнастика деген дүние? Иә, өкінішке орай ұятқа балайды көбісі, дұрыс емес деп ойлайды. А на самом деле интимный гимнастика деген ол адамның, жалпы адамзаттың, еркек болсын, әйел болсын, жамбасының қуысындағы бұлшықеттерді нығайтып, ол жердің қан айналымын реттеу деген сөз. Ал жамбасының қуысындағы бұлшықеттер қыздар егер әлсіреп, неважно, ер адамда болсын, әйел адамда болсын, әлсіресе, ол төмен шегеріле бастайды. Просто былай, жаңағы мен жамбасты көргенсіздер ма? Жамбасының қуысын. Мысалы, қой сойғанда жамбасының қуысынан тұрады ғой бүйтіп. Жалпы адамның анатомиясы бойынша жамбасының қуысы бар. Ол қуыста тазовое дно деген мінекей мынандай жаңағы не болады? Бұлшықет болады. Сол бұлшықетте адамның ұятты органдары орналасқан. Бірақ ол тек қана ұятты органдар тұрған жер емес. Ол жақта жалпы адамның денсаулығын, бүкіл ішкі органдарын ұстап тұрған дно бар, осындай. Жаңағы қуыс бар да осындай. И осы қуысты егер сіздер жаттықтырмай, осыған қан айналымына көңіл бөлмесеңіздер, өкінішке орай, денсаулығыңызға қатты кері әсер етеді. Яғни мен сіздердің оқырмандарыңызға жалпы бәріне айтарым, өзімнің оқырмандарыма интимді гимнастика ол қажет.
Себебі егер сіздің жамбастың қуысындағы бұлшықеттеріңіз әлсіз болса, онда геморрой, жаңағы зар ұстай алмау проблемасы да, босану барысында қатты разрыв болып жыртылып кету деген секілді осындай қатты неприятный мәселелер бар. Это жай ғана бер жағы. Ал төмен шегерілген, асты төмен шегерілген сайын, онда үстімізде тұрғанда бүкіл ішек қарын барлығы төмен шегеріледі. Одан қандай минус болады? Әйел адамның аналық бездері бар ғой, яичниктері. Жаңағы орнынан жылжып, функцияларын өзгертуі мүмкін. Яғни мысалы көтере алмай, қиналып жүрген халындарда овуляциялар дұрыс емес, трубкалардың іші бәрі спайка. Неге? Себебі бізде ұялып жүре берсін, онда жаңа астына мән бермей. Интимді сауатсыздық дейсіз ғой да, бұл сонда? Интимді сауатсыздық, ол өзінің кәдімгі, не то что интимді, ол кәдімгі өзінің анатомиясын білмейтін сауатсыздық деп білемін да, ондай нәрсе. Қазір енді менің миссиям, менің жаңа бағытым не? Әйел адамдарға осыны айту. Жамбастың қуысындағы бұлшықеттерді дамыту, ол ұятсыздық емес, ол сіздің тікелей денсаулығыңыз. Денсаулық дейсіз ғой. Әрине, ал денсаулық ол аманат. Енді Алина, қылықты келіншек деген әдемі кітабың бар, иә? Қылықты келіншек деген кітаптың авторысың. Қылықты келіншек, күшті енді әдемі құрылған. Қылықты келіншек болудың сыры неде өзіңше? Қараңыз, күшті сұрақ. Бұл кітапты жазудағы бір, мысалы үшін адам, кез келген адам бірдеңені бастаған кезде оның бір себебі бар ғой. Сол кітапты жазудағы басты себебің не бұның? Басты себебі. Вот, күшті сұрақ, керемет сұрақ. Негізі көп әйел адам нәзік болғысы келеді, иә? Сосын барып не істейді? Как стать женственной деген неше түрлі тренингке барады, семинарға барады. А на самом деле Аллах Тағала сізді әйел адам деп жаратты ма уже? Яғни сіз, если у вас женский пол, онда болды, сіздің бойыңызда уже по умолчанию, сіздің настройкаңызда ол әйелдік нәзіктік бар жаңаға. Әйелдік емес жаңағы. Қыз балаға тән нәзіктік бар. Ол сіздің аналық бездеріңіз. Бойдағы қылықтылықты, нәзіктікті, бойдағы өзіңіздің әйелдік болмысыңызды қабылдау үшін әйел адам осы екі аналық бездеріне дұрыс мән беру керек. Яғни, жаңағы кәдімгі биология, анатомияға келетін болсақ, эстроген гормоны бөлінеді. Эстроген гормоны бөлінбесе, біздің бетімізге тез әжім түседі. Тез коллаген кетіп қалады. Тез жаңағы болды, метикір тоқтайды, климаксқа келеді, яғни әйел адам уже қартая бастайды. Ал мына сіздің яичниктеріңіз дұрыс жұмыс жасаса, сіздің бойыңыздағы нәзіктік, қылықтылық, жаңағы қыз балаға тән, не важно, әйел адам болсын, жаңағы үлкен апа болсын, өзінің бойындағы сол нәзіктікті ояту үшін жай ғана өзінің ішіне үңіліп, ішкі рухына, физикалық тұрғыда биологиясына үңілетін болса, Аллах берген тәніне, аманатына аманат деп қарайтын болса, онда бойдағы қылықтылық, нәзіктік оянады. Алинаның өзі қылықты екені көрініп тұр дейді, біздің оқырмандарымның сұрақтарын оқи отырайын. Иә, біздің Алина өте қылықты. Енді оны Алинаның бетіне отырып бір мақтаған емес, біз қыз келіншектермен өзара шай ішетініміз бар, дастархандас болатынымыз бар. Сонда Алинаға бәріміз айтамыз, Алина, сенің қылығың бір бойыңа сенің қылығың жетіп артылады деп. Ол да керек қой, қыз бала қылықты болу керек дейді ғой. Алина, магнит әйел деген курсыңды білеміз, иә? Дұрыс қой, атауы. Иә. Енді өзіңе қатысты дүние, тем более бүгін сұхбатқа шығатын болғаннан кейін біздің оқырмандар, қазіргі мына сабақ алып жатқан оқырмандар бар деген сияқты, сол магнит әйел деген курсыңда жалпы қатысатын адамдарға қандай мәселелер шешуге көмектеседі бұл жерде? Одан кейін қандай тақырыптар қозғалады? Бұл курс жалпы бар ғой қазір, иә? Мысалы үшін адамдар жазылам десе болады ғой, бұл әлі жүріп жатқан курс, иә? Бірақ қазір жабық не жаңағы? Бірақ жабық, иә? Иә. Ыңғайсыз екен бір курс жайлы айтқан. Хорошо, айтам, бірақ жаңағы бір пайдалы кеңес айтсам екен сіздерге тоже, да? Жақсы, сен айта бер өзің. Просто маған сұрақтың аясында өзің. Магнит әйел про курсы, это негізі шын айтам, ниетте жаңағы реклама жасау болған жоқ, бірақ ақталып қояйын, да? Жоқ, бұл реклама емес.
оқырмандарымызды мысалы үшін біз кеше кәсіпкермен шықтық, кәсіпкермен. Біз енді ол кәсіпкермен отырып, оның кәсібі туралы сөйлесеміз. Дұрыс па? Мен сұхбатқа сол үшін шақырамын ғой. Яғни ол өзінің дүниесін айта отырсын. Яғни қалай мысалы үшін Алина, өзің де табысты әйелдердің қатарындасың, да? Бірақ сіз өзіңнің мамандығыңды, өзіңнің салаңның маманы болғаннан кейін, соны оқып тоқығаннан кейін, міне осылай деп жеткізіп жатсың. Бұл жерде әртүрлі бағыттағы қыздар отыр қазір. Ілім алса, білім алса. Мынау маған керек екен ғой дейтін. Ол жерде жарнама деп ұқпа. Мысалы, басында бір кішкене бір историясын айтып өтейін. Менде интимді гимнастиканы тек қана база күні үйрететінмін. Жаңағы түскен жатырды көтеру үшін, геморройдан құтылу үшін, жаңағы арнайы жаттығуларды. Одан кейін базаны болғаны үйренгеннен кейін жаңағы не қосылады? Күрделі жаттығулар. Трубаларды ашатын, жаңағы уже жаңағы жаттығулардың барлығын жасап, бұл әйелдік болмысыңызды жаңағы көбейтетін, нәзіктігіңізді оралтатын жаттығулар. Одан кейін тағы бұның астыңғы бұлшықеттер жүкті әйелдерге де маңызы болғандықтан, жүкті ханымдарға да арналған ішінде жаңағы бөлек курс болды. Соның барлығын қосып, ішінде психология да бар, да, сексология да бар. Соның барлығын қоса, осы магнит әйел про жасадым. Жалпы, не үшін магнит әйел про? Біз өкінішке орай әйел болғанымызбен, да, әйел адамзатымыз, бірақ тек қана мына мойынға дейін әйел екенімізді білеміз, да? Яғни ақылмен ойлаймыз, иә, біз әйел адамзатымыз дейміз, бірақ өзінің ісіміз, біздің бар болмысымыз, да, үнемі жаңағы ешқандай бір әйелдік мәселе жоқ, да? Мәселе емес, әйелдік бір сипат болмайды, тек қана на уровне мозга әйелміз, а остальное жаңағы жоқ. Бұл курста сіз толықтай таныңызбен, бойыңызбен, жатырыңызбен байланыс жасаған мындай. Жатыр ол құрсақ. Құрсақпен бір байланыста болатын сондай арнайы курс. Болды, енді естілді. Сексологияға қатысты бірден адамдар дұрыс емес ойлайды. Негізі сексология ғылымы ол адамның жынысын зерттейтін ғылым, да? Оның зерттейтін аясы өте кең. Қазіргі таңда қатты керекті мәселе, мысалы, Сара ханым, жас өспірімдердің да осы саладағы білімі. Себебі қазіргі таңда, пока біз бала шағамызға ұят қой, қайтып айтамын, білмейтін шығар деп жүрген сәтте, оларына YouTube-дан, жаңағы интернет желісінен неше түрлі теріс ақпарат алып, бойларына психосексуалды, психоэмоционалды күйін бұзып алып отыр. Себебі Netflix болсында қазіргі таңдағы кез келген киноны, даже вроде бы безобидный супергерой жайлы кино көрсеңізде, ол жақта жаңағы про меньшинство нелер, жаңағы трансгендер, бисексуал, голубой, лесбияндар бар ғой, соларды дәріптеп қойып қойған кинолар көреді біздің балаша. Мультфильмдер де бар екен сонда дәріптейтіндер, да, еще? Иә, да. Қараңыз, пока сен ер баласын, сен қыз баласын жаңағы деп түсіндіруге ұяламыз, етеккір жайлы айтуға ұяламыз, да? Баланың қайдан пайда болатынын айтуға ұяламыз. Неке дегеніміз не жайлы айтпаймыз, бірақ ұяламыз, да? Но бала шағамызды сондай дұрыс емес, енді действительно ойды қатты бұзатын, немесе не только бұзатын, адамның ойлау қабілетін, да, бірден қатты жаңағы бұзатын ситуацияға спокойно жібере береміз. Өкінішке орай. Иә. Сол үшін половое воспитание деген бар. Половое воспитание дегенді қатты ата-аналар қолға алу керек. Мен білем, бізді бәрімізді ұят болады деп тәрбиелеген, да? Өте күшті, өте дұрыс. Бірақ бізде қазақта да 13 жас отау иесі деп бекер айтпаған. Қараңыз, 13 жас. Қазіргі қоғамда дейсіз ғой, дұрыс. 13 жас отау иесі, егер сексология, ғылыми сексологияға баратын болсақ, мысалы, пубертатный период деген бар, да, возраст, жаңағы переходной возраст дейміз ғой, біз кәдімгі тілде. 12 жас, 11 жас, ұл мен қыздың өзгеріп, ұлдың дауысы өзгеріп, қыздың жаңағы
етеккірі келіп жатқан период да. Қазақта не дейді? 13 жас отау иесі. Яғни осы сөздің астарының өзі де өте андай жаңағы терең да. Яғни сексология бізде де болған. Просто оны жаңағы меңзеп осындай түсіндірген. Ал қазіргі таңда информационный век, неше түрлі ақпарат келіп жатқан кезде біздің бала шағаға біз үндемей ұят болады деп отыруға болмайды, оны түсіндіру керек. Болмайды дейсің ғой. Вот, енді қазіргі ерлі зайыптылардың арасындағы неше түрлі проблемалар, да, вот отсюда если выходить, мысалы проблемалар, мысалы бір-бірін сезбеу, төсектен қашу деген секілді. Бұл кішкентай кезден де орын алады. Мысалы кішкентай бала болсын, сәби болсын да, не сәби, кішкентай бала 2-3 жасында өзін жаңағы өзі тану, өзін танитын кезең болады. Яғни мен ұлмын ба, мен қызбын ба дегенді жаңағы жыныстық мүшесіне қарауы мүмкін кішкентай ұл мен қыз. Я болмаса бір-бірін күн көруі мүмкін, әсіресе жаңа балабақшадағы кезең бұл. Сол 2-3 жас. И сол кезде бала бір-бірінің жаңағы іш киімдерін ашып қарап, немесе бір-біріне көрсетіп жатқан сәтте, егер воспитатель келіп, бақырып келіп, ұрысып, ұятсыздар, не істеп жатсыңдар деп қатты, если оларды напряжениеға келтіретін болса, онда баланың бойында жаңағы мен қабылданбаймын, менің жаңағы кіндіктің төмен бөлігім жағымсыз, дұрыс емес деген сияқты теріс жаңағы установкалар қалыптасып қалуы мүмкін. Неше түрлі напряжение болуы мүмкін, да? Сондықтан, яғни менің ойымша қазіргі таңда балабақшадағы мұғалімдер болсын, жаңағы воспитательдер болсын, осындай хотя бы базовый білімдер болған шарт. Себебі жаңағы кішкентай балада ешқандай эротизация болмайды. Олар это просто у них цели андай жаңағы самопознание. Мынандай бір сұрақ келіп тұр да, Дина. 5 жасар балаға бала қайдан пайда болады деген сұрағына не деп жауап береміз дейді. Өте күшті сұрақ. Мысалы, алдында әлі есімде бір ханым айтады, баласы сұраған екен, ұл бала сұраған екен анасынан. Вот, сіз жаңағы анашым, жаңағы бала қалай пайда болады, қайдан шығады, қалай пайда болады деп сұраған ғой. Сөйте айтқан, мен арбуз көп жей бергем, содан ішім үлкейіп кетті де сен туылдың деп айтқан. Вот представьте, какой страх можно нагнать на ребенка. Енді ана бала өскен кезде арбуз жеуге қорқады, әйтпесе 2 қабат болып қаламын деп ойлауы мүмкін да, мысалы, какой-то период. Мысалы, да? 5 жасар бала қалай пайда болады деген кезде кәдімгідей түсіндіру керек. Қазіргі таңда неше түрлі даже қазақ тілінде анатомиялық кітаптар бар. Сол жақта без напряжения, ұялып, күліп емес, серьезно, кәдімгідей бұл тақырып сіз үшін табу емес, ұялатын тақырып емес, кәдімгі тақырып ретінде балаға түсіндіру керек. Сонда бала мен ананың арасында бір доверие пайда болады. Сосын баладан точно сұрау керек. А не жайлы сен білгің келіп жатыр? Бала қалай шығады ма, немесе бала қалай пайда болады ма? Соны сұрау керек. Потому что он может совсем о другом спрашивать. Енді бала туралы сөйлесіп қалдық қой, Алина. Жалпы осы оқырмандарының арасында да жүктілікке дайындалып жүрген келіншектер бар шығар, иә? Жүктілікке. Жалпы осы жүктілікке қалай дайындалған дұрыс? Жүктілікке дейін дайындалған дұрыс. Енді ең бірінші әрине мына қазір жүктілік кезінде токсикоз болмау үшін бірінші өтпен бауырға мән беру керек, қиналмау үшін, да? Одан кейін жүктілік кезінде қыздар, ол ауру емес, жүктілік ол сондай физиологиялық кезең. И жүктілік кезінде, жүктілікке дейін қыздарына жамбастың қуысындағы бұлшықеттер серпімді болу керек. Серпімді дегеніміз не? Вот қараңыз, вот резинка, да, мен былай тарттым и қайтып жібердім, көрдіңіз ба? Орнына барды. Вот это серпімді, яғни эластичный болу керек. Қандай кезде біздің астыңғы бұлшықеттеріміз эластичный болады? Когда қан айналымы дұрыс болса. Ал егер астымыз төмен түсіп итакта, жатырдың ауызы төмен шығайын деп тұрса,
Онымен бөлек бүкіл ішіміз жаңа төмен түсіп тұрса, ойлаңыздар, бала көтерген кезде үнемі астыңыз ауырып, варикозыңыз шығып, сонда қиналуы мүмкін әйел адам. Сол үшін ең бірінші мына базовый астында тұрған, ұстап тұрған сіздің фундаментіңізді көтеру керек. Яғни қалай? Ол үшін бір пәлен уақыт қажет емес, ол үшін бір ары кетсе, бір ай жеткілікті. Бір айдың ішінде Аллахтың қалауымен көп нәрсені реттеуге болады. Мінекей Иә? И одан кейін айта бер. Одан кейін мысалы жүкті болдыңыз, мысалы жүктілікке алдын ала осознанно дайындалдыңыз, бәрін реттедіңіз, жүкті болдыңыз да, жүкті болған сәтте сізде уже байланыс бар астыңызбен. Мысалы әйел адам астыңғы бұлшықеттерін реттемей жүрген әйел болса, ол не істейді? Кәдімгі күнделікті өмірде просто астына ауырлық сезуі мүмкін, жаңа геморрой немесе запор болуы мүмкін, қиналуы мүмкін жай ғана, да? Ал так, женщина, которая заранее уже астын реттеп қойған келіншек болса, ол уже сезіп тұрады. Так, салмақ түсіп тұр, аха, значит, мен үлкендеу баламды көтермеймін деген сөз, да? Значит, мен кішкене жаңа өзіме күтім жасайын деп. Бізде көптеген аналар не істейді? Жүкті болса да, жаңа күйеуінен, үйінде қайын жұртынан көмек сұрауға ұялады, немесе жаңағы дұрыс емес деп ойлайды, и өзінің денсаулығына не істеп, кесірін тигізіп, баланың үстіне тағы бала көтеріп алады қолына. Одан кейін әйел адамның шаты бар ғой, мына шаты, лобок. 25-ші аптада әйелдің бойына гормон релаксин бөлінеді. Бала жаңа жатындай тазының арасынан шығу үшін, через родовые пути ашылу үшін, кішкене мына хрящик босайды. И ойлаңыздар, и так босап тұрған, мына шатыңыз босап тұр. И сіз еще ішіңіз томпайып тұр. Еще баланы көтерсеңіз, ана тазыңыз ашылып кетуі мүмкін қатты. А это уже жаңағы расхождение лонного сочленения, это симфизит уже. А симфизит болса қатты, онда только кесарево сечение жасайды, в основном. Енді қатты болып кетсе, да? И жүргенде де жүре алмай жүресіз. Бір бұрыштан мына бұрышқа бұра алмайсыз. Себебі мына бүкіл жамбасыңыз ауырады, сүйектеріңіз ауырады, лестницамен көтере алмайсыз. Себебі аяғыңыз сәл көтерсеңіз, бәрі қатты ауырып тұрады. И осының барлығын жасап жатқан сіз өзіңізге. Басқа бір істеп тұрған жоқ. Яғни магнит әйел про курсында мен үйрететінім, қыздар, сіздердің сабақты біреу үшін үйрену қажет жоқ, күйеу үшін, басқа үшін емес. Бұл в первую очередь сіздің денсаулығыңыз, өз құндылығыңызды сезіну үшін. Это важно, потому что Аллах сізді жаратты ма? Бұл жерде тәкаппарлық емес, Аллах сізді жаратты ма? Сіз Аллахтың алдында өзіңіздің тәніңізге, денсаулығыңызға жауаптысыз деген сондай бір посылмен айтқым келеді. Өте жақсы. Енді Алина, босанғаннан кейін қалай күтіну керек? Қалай тез қалыпқа келу керек деген әңгіме ғой? Вот, осы мен любимый темам ғой, білесіз ба, Сара ханым? Себебі классика жанры қандай білесіз ба? Әйел адам босанады, жақсы босанды, хотя босануға бара жатқан кезде жеңіл босануға, босанам деуге, ешқандай босануға дайындықсыз барады. Вообще ештеңе білмей барады. Масқара білмей барады. Мен ойлаймын сонда, қараңызшы, сізге қазір Алина, сен 9 айдан кейін шпагатқа отыру керексің десе, мен 9 ай бойы үндемей жүре беріп, 9-шы айда барып, мышцаларымызды жыртып шпагатқа отырмаймын ғой. Мен не істеймін? Күнделікті жаңағы мышцаларымды созам, жинайым, жаңағы қыздырам, сөйтіп тренировка жасаймын. Дұрыс па? Тура сол секілді жеңіл босануға дайындық керек. Ана күні мен партнерский бір одаға бардым босануға. И бір келіншек жаңағы жай схваткаға күшіне береді, күшін барлығын кетіріп. Сосын қасына барып айттым, знаешь, сен күшіне берсең, қазір қатты разрыв, қатты жыртылып кетесің дедім, да? Күшенбе, тыныс ал, тыныс шығар, прям ана кислородпен нені алмасуын дұрыс бақыла десем, жарайды деп жаңағы кеңесті тыңдап жатырды, Аллахтың қалауымен. Енді қараңыз, альхамдулиллах, мінекей, босанды, үйіне келді, ең бірінші біздің әйелдердің жаңа ойлайтыны, мына іштен қалай құтылсам болады тез-тез. Сөйтіп алатты, пресс качать етеді ғой, пресс жаңағы жатып алып бетіп. Сосын барып ютубқа жазады,
жаңағы тез қалыпқа келу үшін не істеу керек, азу үшін не істеу керек деп, да, қыздар? Но Мгм. білмейді, что босанғаннан кейін міне әйел адамның да ішінде диастаз болады. Мгм. И ол диастазға внутрибрюшное давление жасау, күшену совсем болмайды. Егер оны жасайтын болса әйел адам, онда өкінішке орай мына белая линиясы ажырап, ішіндегі жаңағы ішек қарны былай шошайып шығып тұруы мүмкін, да? А ондай кезде оны тек қана операциямен емдейді. Сол үшін жаңа босанған келіншектер іштен құтыламын деп бірден жаңа планкаға тұрып ішке күшену процесін жасауға болмайды. Үлкен дәретке барамын деп қатты күшенуге болмайды, себебі ол қатты сізге зақым тигізеді. Сіздерде ол кезде тек қана дұрыс тыныс алу көмектеседі. Соған мән беріңіздер. И босанып болғаннан кейін 3 күннен кейін бастап арнайы астыңғы бұлшықеттерге арналған жаттығу жасап беру керек. 3 күннен кейін. 3 күннен кейін, иә. Қандай жақсы кеңестер айтылып жатыр. Алина, әңгімені тыңдап, вообще сен сөйлесің тыңдап отыра бергім келеді. Кейбір адам болады, не айтады екен деп өте жақсы жеткізесің. Өзіңнің тіліңмен, без пафосына. Енді мына психолог, сексолог ретінде, мықты маман ретінде менің оқырмандарыма бақытты отбасы болып өсіру үшін қандай кеңестеріңді айтатын едің? Құрметті Сара ханымның, өзімнің оқырмандарымды, қазіргі таңда ең бірінші жаңағы бақытты өмір сүру үшін сіз жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, махаббаттың ең шынайы көрінісі ол сыйластық дейді. Уважение дейді. Уважение это не просто келіңіз отырыңыз, шай ішіңіз, төрлетіңіз емес. Қыздар, уважение это уважение границ друг друга. Яғни это уважение сіздің қалауыңызбен, сіздің басқа адамның қалауын ескеру керек. Не только сіздің қалауыңыз важны, и не только басқа адамның қалауы важны. Екі адамның қалауын ескеру керек. Түсіндірдім ба? Түсіндірдім ба? Яғни, құрметті ханымдар, постарайтесь, орысша айтсам бола ма? Постарайтесь быть в контакте со своими эмоциями. Өздеріңіздің эмоцияларыңызбен, ішкі күйіңізбен бір контактта болуды болып үйреніңіздер. Сондай кезде дұрыс сау диалог құрылады. Мысал қараңыз. Мысалы, допустим, мынандай ситуация, да, сіз күйеуіңізге ренжіп тұрсыз. Күйеуіңіз сізге бірдеңе деп тарс етіп қатты ұрсып берді делік. Сол кезде, мысалы, мен андайға дұрыс құптамаймын. Өтірік күле сал, өтірік былай алдасай, осылай істе. Нет, это неправильно, қыздар. Ол жерде сіз өзіңіздің ішкі сезіміңіз не сезіп тұрсыз? И ол кісінің қалауы қандай? Сол жерде сіз өзіңіздің ішкі сезіміңізбен байланыста болып айтасыз. Жаным, мына сөзді мен көтере алмадым. Мына сөз маған ыңғайсыз есту. Яғни шындықты айту. Сіз осы сөзді айтпай тыйыласыз, бірақ тарс-тұрс етіп, мысалы, мүмкін тамақты дөрекі етіп салып бере саласыз, да? Немесе жаңағы балашаға бақырып ұрсып, басқа жерден бір ашуыңыз алуыңыз мүмкін. А ол бұның барлығы намного не экологично, чем сіз спокойно барып шындықты айтасыз. Слушай, знаешь, мына болмады, маған мынаған жоқ, қатты жүрегіме батты бұндай нәрсе. Себебі сен маған осылай айтқан сәтте, мен өзімді мүлдем бір керексіз, немесе жаңағы бір ешқандай жаңағы бір без уважения адам секілді мені бір ешқандай сыйламайтын секілді естілді деп шынайы айтасыз. Тура осындай, давайте вот мынандай момент. Мысалы, енемен ситуация, да? Енеңіз сізге ыңғайсыз бірдеңе айтты, сіздің ойыңызша. Қатты жүрегіңізге, мысалы, неприятно. Бірақ оны айтайын десем, ұяласыз айтуға. Бір сөз қайтару деп ойлап қалады, немесе жаңағы дұрыс емес деп ойлайсыз. Үлкен адам ғой, жарайды, мен үндемейін, мен шыдайын дейсіз, да? Іштей бүйтіп түйіліп жүресіз. Ана түйілген до того, что ол сіздің взглядыңыз,
сіздің уже бойыңызда андай еркіндік, расслабленность жоқ, сіз бүйтіп прям түйіліп жүресіз да. И от этого түйілу бүкіл үйде аура бұзылады. Бүкіл аура бұзылады, сосын барып жаңағы ну не знаю, бала шағаңыз байқайды, бала шағаңыз да бүйтіп қорқып жүруі мүмкін да. Енді сіздің бір айтпаған шындығыңыз үшін қаншама басқа адамдар страдают. Иә. И сіз барып айтасыз с уважением. Иә, с уважением барып айтасыз, мама, знаете, мысалы сізге азанмен шай неге бермедім деп айтса да. Сол жерде сіз сыйластықпен барып айтсаңыз болады, шындықты, сыйластықпен. Мама, мен түнімен бала еміздім, содан азанда тұра алмай қалдым. Бала әлі-ақ өсет, сол ренжімеңізші, сәл пока мен жаңағы біраз осында тұра алмай қалуым мүмкінмін деп жаңағы шындықты айтыңыз. Дұрыс, өте жақсы. Бірақ с уважением айтасыз, да. И сол жерде егер сізге, қараңыз, осы жерде сізге сіз егер ойласаңыз, мен с уважением айттым ғой, а мен енем, неге маған тағы басқа нәрсе айтты дейсіз. Мысалы, сіз өстіп айттыңыз, енеңіз сізге, не бопты? Бала емізсең, біз де емізгенбіз. Біз білесің, біз вообще ұйықтамағанбыз. Біз анау 6-дан тұрып түнгі 3-те ұйықтайтынбыз деп айтса, жаңа сиыр сауатынбыз. Сенде ондайың жоқ қой. Сенде бәрі дап-дайын. Сен неге сондай қазіргі келіндердің бәрі жаңағы жалқау деп айтты, мысалы, да? И осы жерде сіз тағы да бір шындық айтсаңыз болады. Ренжіп, түйіліп қалу неправильно. Осы жерде ары қарай тағы ВКонтакте, сіз не сезіп тұрсыз, соны айтасыз. Мама, сонда мені сіз болмағанымыз үшін кінәлап тұрсыз ба? Первый вопрос. Или же, мама, енді мен сіз сияқты болуым қиын ғой. Әлі-ақ, иншаллах, үйленемін, мүмкін мен де сіз сияқты сондай жаңағы батыр ана болармын сондай. Бәрін үлгеретін. Бірақ әзірше менің пока жаңағы моя скорость такая, менің жылдамдығым әзірше осындай. Шындықты айтасыз. Бұл бетбақтық емес. Қыздар бірақ айтқан кезде тарс етіп емес, с уважением скажите. Дұрыс, құрметпен дейсіз ғой. Өте жақсы, өте жақсы. Құрмет болған кезде бәрі дұрыс болады дейсіз ғой. Иә, құрметпен. Бұл енді өзі уақытта бітіп қалды, бізде 40 минуттың аясында болу керек. Өйткені келген уақытын алмаймыз, келген қонақтың уақыты 45 минуттай болады, мінекей тез өте шықты. Тілегіңді айтып қойсаң, енді біздің осы оқырмандар, бізде үлкен жоба болады жақында, үлкен жоба басталады, иншалла. Үлкен мамандар шығарсақ па деп ойлаймыз. Үлкен әркім өзінің саласында 18 мамандық. Сол оқырмандарыма өзің бір тілегіңді айтып қойсаң, Алина, бізге Алина Кірбет деп неге эфир сақтаңызшы деген көп келіп жатыр маған. Сақтаймын эфирді. Тілегіңді. Құрметті ханымдар, баршаңызға шүкіршілікті сезімді тілеймін. Барыңызға қанағат етіп, альхамдулиллахты жаңағы прям шынайы ықыласпен сезімді тілеймін. Сіз тыныс ала аласыз, көре аласыз, ести аласыз, аяқ қолыңыз сау болса, яғни сіз тірі болсаңыз, это уже шүкіршілік етуге причина бар. Дұрыс. Шүкіршілік еткен сайын Аллах сізге одан да нығметіңізді арттырады бұйырса. Старайтесь быть, қыздар, на жаңағы высоких вибрациях, яғни жаңағы бір өсек, жаңағы бір сөз қудалау емес, будьте налегке, қыздар. И Аллахтың қалауымен көресіз, сіздің бойыңызда көп күш пайда болады. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Рахмет, Алина. Разы болсын. Жұмысың жемісті, көңілің келісті болсын, Алина. Амин, жанымсың. Рахмет, Сара ханым. Сау болыңыздар. Ассалам алейкум баршаңызға. Алейкум ассалам. Неке көрдіңіздер ма, құрметтілерім, тағы да бір пайдалы сұхбат. Қыз келіншектерге арналады дегенім сол. Бір 40 минуттың ішінде сіз, мысалы үшін Алинаны білмеуі де мүмкін, біраз адамдар. Қай жақтан, бұл қандай, мынау дұрыс па, мынандай дүние. Бірақ қарап отырсаң өмірде осындай ілім, сіз үлкен, тектен тегін нәрсе болмайды. Сіз осындай бір кішкентай бір нәрсені тыңдайсың, мына жерде менің мынауым дұрыс емес екен ғой. Біреудің сөз өтпеуі мүмкін, біреудің сөз өтуі мүмкін. Алинаның әңгімесі де жарасымды, өзі де сондай көп балалы ана, отбасында, шаңырағында болғам, дастарханда болғам. Мен айттым ғой, мен тікелей эфир жасасам, шыққысы келетін адам өте көп.
маған сұранысқа кәсіп болсын, басқа бір саланың маманы болсын, бірақ арнайы сіздерге бір кішкене кеңес болсыншы, онсыз да бір қайдағы бірдеңелер тыңдап жүр ғой, дұрыс эфир болсыншы деп шығарып отырғаным осы. Енді алдағы эфирлерді көре беріңіздер. Бізде қазір үлкен курсқа дайындық жүріп жатыр. Үлкен курсқа күтемін, бәріңізді Алла жазса. Вот сол жерде, ол жерде енді мүлде басқаша әңгіме. Жақсы, құрметтілерім.